Здравствуйте, уважаемые телезрители Ногайского национального канала Дослар ТВ. Приветствую всех вас на своей авторской передаче «Литературный вечер» с Айнарой Нургишиевой. Для начала хотела бы рассказать вам, что такое поэзия. Поэзия – это искусство изображать в слове прекрасное. Она служит выражением идеальных стремлений человека. Поэзия – это искусство образного выражения мысли в слове. Словесное, художественное творчество. Поэзия – это прекрасный язык чувств, сказал Белинский. Тот, кто разговаривает на нем, является творческим, художественным гением. В переносном смысле поэзия – это изящество, очарование, поражающее воображение и чувство красоты. Как, например, поэзия раннего летнего утра или поэзия ночного неба. Мен құслардан биіклікті тілеймен, тіріклерден салқынлықты ізлеймен, юлдызлардан ярықлықты көзлеймен, заманнанша көп яваплап күтемен. Мен сақлайман елі ямғыр бұлыттан, ямғыр сеспен ерларымды ерлайман, гүл шешектен иіслерін ейнайман, Құдайымнан рахимлікті тілеймен, терен судан тазалықты ішемен, тынықлықпан тынысымды аламан, достарыма құртқа шашлар пайлайман, дұшпанларға ясын оклар қадайман, кең шөлімде соқпағымды табаман, қалай бай деп өзімді мен санайман. Сегодня мы с вами познакомимся с творчеством удивительного поэта, самородка, яркими образами художника масляной живописи и просто супер красивой женщиной с тонким эстетическим вкусом и, несомненно, богатой душой. Знакомьтесь, Мухминат Ативалиева, заслуженный работник культуры Республики Дагестан. Да, вы все ее давно уже знаете, как художника, по ее выставкам картин и знатока войлочного искусства. Но сегодня вы познакомитесь с ее еще одним талантом, с ее стихами. Жизнь не этюд, но вдохновение неба. Ее по нотам дважды не сыграть. Поэтому вкус маминого хлеба и смех цветов храни как благодать. Это всего лишь мой перевод с ногайского языка. В оригинале все ее стихи звучат мелодично и притягательно. Написаны они именно кистью и масляными красками. Кисть – это ее душа, а краски – это ее чувство, то, чем она наполнена. Я не совсем профессиональный переводчик, и мне нравятся больше свободные переводы, где я могу позволить себе выходить за рамки заданного стиха. Но в случае с поэзией Мухминат Ативалиевой так не получится. Каждое ее произведение уже обрамлено как полноценно завершенное полотно. И ничего не добавишь и не убавишь. Слова, которые идут из глубины души одного человека, невозможно точь-в-точь повторить другому. Переводчик может только чуточку приблизить вас к пониманию смысла поэтического слога автора. Давайте послушаем, как оно звучит в оригинале. Дүрт сыдыра. Яшау ертуыл, қайтадан язылмас, екі кере сауқатламас айлеsin. Соны үшін сақла дайым сен инсан, өтпек дәмін емгүллердің күлкісін. Ескі ерға құлақ сал, болсаң шынты ер, ескі ердан ақыл ал, яшауда керегер. Алла ноғайға ажал берсе, иманыман берсін. Алла ноғайға өкімет түссе, нәсібімен түссін. Ноғайдан кәріп халық бар ма дүнияда? Халық өмірі өтті, соғыста, қайғыда. Заман қатағындай аға беріп құтылмас. Заманды кері ызына біреуді қайтармас. Кісі мұрадына етпес, қалтайы ақшаға толмаса, егіт егітлік көрсетпес, үйрегінде оты болмаса.
Көзден көз яс ақса, янға тыныш болармы? Ян сүйгенің өлсе, басты ақыл қалармы? Соғыс майданда өлсе сәбилер, анадың көзін көз яс билер. Қара ер әдім қанына тоймас, кәріп ана бозлауын қоймас. Үш алмаған әдем, егітлік етеме, үйрек ярасы үш алмай бітеме. Едігедің заманында Ноғайдың даңқы шықты дүнияға, Исмайылдың заманында Ноғай шашырады тұзлы тақырға. Тозаяқ затты заман тоздырар, солаяқ затты заман солдырар. Мен өлермін, сіз қаларсыз, өсиетімді толтырарсыз. Мухминат Ативалиева, выступая в роли поэта-рассказчика, приоткрывает любителям художественного искусства окно в мир воображений, позволяя им увидеть процесс зарождения самой картины. В современном театре существует такой жанр, как перформанс, когда зрители могут наблюдать воочию, как рождается чудо на холсте мастера. То же самое делает и наша героиня. Давайте послушаем. Қалемімнің сиясын көп құтарып, белгі бослай мен тептерді қинайман деген ойлар тізілісіп келгенде, сол ойлардың аязында бұзылайман. Нәсіп қақса тереземді шатланып, шауып барып ауылдаспан бөлемен, әрекетлеп сол вақытты тез ыслап, тептеріме салып оны бөлеймен. Сүрініп келсе қайғыларым қапыма, биік үйдің бөлмелерін билесе, қайтып қолға мен қалемді алмайым, ақ қағытқа мен сырымды салмайым. Шау-шу етіп балалар топарласып шықтылар. Тынық болды, класста ялғыз мен қалдым. Кең стол үстінде түрлі-түрлі суретлер. Оларға көзлерімді малдым. Міне ағай тіклеп маға қарайды. Қолларыман ақсақалын тарайды. Алдыдағы әсүрегі шақырып, сен қалайсың деп ол менен сорайды. Басқа сурет онда терме ішінде. Қайын ана билеп алған орынды, келінінің салпыраған инінен көп үмітлер үзілгені сезіле. Қолларымды бояқларман яғады. Үшіншісі сурет менің аямды. Заңыратып аң шығады азбарда, үй иесі тойға мені шақыра. Амында шақырайсыз даңғылда, үйрік атлар топарласып шабалар. Елмен бірге елқышыға еткермей, елға суда терен қайрат табалар. Қышқырмаңыз, бәрі аста болыңыз. Зер бермейік екі сүйген ясларға. Қарайдардың ызғы сөзін бөлмейік. Стол үстіне біз суретті салайық. Асса, асса деген дауазбан, егіт бей құйын болып даңғылда. Нәзік белі ақ қолларын кең яйып, Ноғай қыз ұша еді қасында. Цып-цып, үйге қайтыңыз деп қартанай, шипелерін ейіп алып қапайды. Төvelмеген кішкей менім достарым, ейен қызы 10 бармақпан санайды. Міне сондай суретлерді ясайды, балалар бояқлармын айқасып, палитрада түрлі түстер егітіп, адамлердің көңіллерін ашады. Поэзия Мухминат Ативалиевой можно отнести к жанру тихая лирика. Этот термин появился в 1960-е годы в противовес громкой эстрадной поэзии, связанному с ними поэтическому буму, а одновременно и в противовес книжности. В центре произведений поэтов такого направления – внимание к деревне, родной земле, традиционным ценностям. Творчество нашей героини пропитано любовью к народу, к родной земле,
к родным улочкам. Я бы хотела, чтобы автор этих произведений почаще нас радовала своими проникновенными стихами. Ноғай халқым, жүрегімде яшайсың, қай жерде де сен тұрасың қанымда. Сен жоқ болсаң, мен сол сәт өлермен, сен өрленсең қуанармын дайымда. Ятлау яссам, сен ятлаудың тынысы, йырласам, соғада аң қосасың. Тарланғанда күш бересің тамырдан, йығылғанда тіреу маға боласың. Шет әллерге алғасап мен ұмтылсам, таңларыңман мені үйге тартасың. Бұйратлардың бауырында құшақлап, шешекейлер шашларыма саласың. Ноғай халқым, өктем халқым, сен яша, әр язлықта бір көзлер яйрасын. Юфсан иес қоқып шөлді көгертіп, биік аспан сені үшін ашылсын. Көк бөрілер дайым сенің қасыңда, өмірлерге қараушылар болсынлар. Яйна халқым, қуына халқым, тіл бірлік болсын біздің арамызда көп еллар. Басқа миллет білемен көп екенін, тек солардың ең басында сен ноғай. Күн туарда күн туады сен үшін, күн батарда батпас енді ол түшін. Тихие лирики, они же деревенские, они же почвенники, в предельно обобщенной форме также отразили насущные проблемы своего времени. Обратившись к индивидуальности, конкретной личности, они в своем отдельном опыте пытались найти универсальную связь с окружающим миром, выйти к всеобщим основам природы, родины, семьи. У Мухмината Тивалиевой очень много стихов, посвященных своим родным и близким. Каждый ее стих подается оригинально. Вот, например, в произведении «Сестре» она прорабатывает каждую деталь, четко вырисовывая линии на ее образе. Простота и сложность отлично гармонируют в ее поэзии. Сіңлім-ау деп, есігімді кім ашар? Қолын созып шашларымнан кім сыйпар? Асты қырын, абытларын кім алар? Кешелерде сырларымды кім тыңлар? Көрісерміз, аман қал деп сен кеттің. Өбіп мені күлімсіреп алғасап, кім білгендір ызғы екен расуын, кім білгендір ызғы екен күлівің. Орамларда қимасларыңды көрсем, арасында сені ізлеп таппайман. Нешік енді сол вақытты мұтайым, ауыруды нешік енді шыдайым. Ах, кешірші, болмадым мен тоқтатып, ақалмадым сені тілеп ажалдан. Тек сыйпадым, сүйдім суық yüzіңді, қолларымды жүрегіме мен салдым. Йылытпады жүрегім, ян бермеді, ендірмеді ол саға. Неге саға тез ашылды тар қамыр, неге күшім менім етпеді. Көз алдымда күлімсіреп шырайың, құлағыма шалынады йырларың, абытларың тез-тез алып келгендей, сен нешік деп сұраумаға бергендей. Шешекейдей ярқырадың яшауда, шешекейдей қысқа болды өмірің, айхай сені кеміреді көп ойлар, тек не пайда көрінмейді ақ yüzің. Мен білемен сенің яның ярқырап, қалғанларға дайым ярық ендірер. Еннет қапы кең ашылып алдыңда, ятқан ерің ярық болсын аяулым. Этот великолепный стих рассматривается как картинная галерея, где красуются образы детства, прохладное озеро, старое любовное дерево, безымянные улицы, деревянные куклы и тому подобное. А украшением этого произведения, безусловно, являются ее творческие друзья, образы которых она зафиксировала в своей картине на все века.
болса, айлақ өтсе яныма, Нариманға yol аламан алға сап. Нариманда анам менім яшайды, бәр қайғыдан мені әлі де сақлап. Ауылымда орамларман жүремен, міне терек ол мені бек таныйды. Яслығымның ең бірінші сүйімін, ол әлі де есінде бек сақлайды. Міне көлім, мен онда көп шомылдым, ол да мені бүгінлерді мұтпаған. Неше кері язда ісі шілледі, таза сувдың салқыныман аяған. Орамларым, аты yok орамларым, сағынышпан мені енап аласыз. Балдай тәтлі балалықты ескертіп, тамырымда соқпақ болып қаласыз. Мұтылмаған, сурет естен таймаған, балаларман ойнап жүрген ақ күнлер. Кесік ағаш еді бізім құршақлар, бұзық керпіш еді бізім мәшінлер. Тойлар болса, орамларын ауылдың, Яхядың биік аңы билейді. Бірнешеулер юлдызлардың астында Кажаевтің ятлауымын сөйлейді. Көшәлідің ұста нәзік қоллары тастан өрінек дайымлыққа ясаған. Нариманның ярасықлы қызлары көплерді еслерінен састырған. Санағанда саны әлі көп болар. Ат қазанған адамлерді айтаман. Ауылым-ау, қайдай татым патшалық, сағыныш пандайым саға қайтаман. Қайда шетті ем ұзақта болсам да, тек яқшылық ем тынышлық yorайман. Орамларда тойлар болсын, саны yok. Балалардың көңіллері болсын тоқ. Бір заманда кеңдіп көрген орамлар, тар болғанлар тамашаға қаламан. Хайырлы яз болсын саған Нариман, тағы сеннен yollarымды аламан. Любовная лирика ее горячая, но не обжигающая, грустная, но не трагичная. Она пытается вырваться из терновника своих мыслей и чувств, полететь к звездам, к свободе. Но во всех ее стихах, вы сами заметите, выбор она оставляет не за собой. Стихотворения помогают ей выразить сложнейшие чувства, емко и точно. Поэзия для нее остается самой свободой. Түслерімде мен келемін үйіңе, шұрыш болып қадаласың есікте. Шақыр мені, мен кірейім түніңе, биік көкті юлдызларды тымғызып. Сыйлы қонақ туыл екім мен саға, қарауыңда үйкен ашу сеземен. Ашшы дәмі өкінішлі ойлардың маға берген кесімді сен тайдыртшы. Биік көктен шомақады мен алып, юлдызларды ақ қымызбан егермен. Шашларымның өрмесін мен тағытып, берк есіңнен састырып кетермен. Таң атқанша әжі yolға біз түсіп, сүйім деген sıрампылды бейейік. Яңы айды күндік етіп алайық, бәр қайғыдан біз астына кірейік. Сен турасың қадалып естілікте, яттай арман, я шақыршы өзіңе. Саға қарап yollar туыл қаумақлар, мұңлы аңға толған түнгі ераулар. Когда читаешь стихи Мухминат Ативалиевой, в голове возникают движущиеся образы, включается воображение, и все, что она создает, будто оживает, как экспонаты в фильме «Ночь в музее». В них отражается изменчивость окружающей реальности. Даже чувствуется, как ветер задул, как дождик прошелся по асфальту. Автор в своем творчестве, подобно художнику-импрессионисту, пытается уловить ускользающее мгновение жизни. И это отлично у нее получается. Желаю ей больших успехов на творческом поприще. С вами была Айнара Нургишиева. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал и будьте едины с народом. Мен сүйемін палитрада егітіп, бояқларды сурет етіп сүртпеге, әсіретлі әдемлерді ендіріп,
қол тидеріп, ян оларға бермеге. Әвелгідің келбетлерін тірілтіп, юмарт дедім түсті бірден есіме. Ол тандырда салған өтпек қолымда, сары шайы тостақайда алдымда. Елі қоллар, ойлы көзлер янымда, ақтастары елпілдейді басында. Сөйтіп дедім, сені дайым сақлайман, ақ yüzіңді қолларымман сыйпайман.